Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақбота. Бүгін біз бауырдан осындай дәмді, нәзік котлет пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін бізге сарымсақ, жұмыртқа, бауыр қажет болады. Және ашылған сәбіз бен жуа, сүт, сұйық май, ұн қажет. Және осы қатты заттардың барлығын блендермен жақсылап езетін боламыз. Біз бауырды езіп алдық. Енді оның үстіне блендердан езілген сәбізімізді саламыз және жуамызды саламыз, пиязымызды. Жақсылап араластырып, үккіштен өткізілген сарымсағымызды салатын боламыз. Қалауларыңызша бір немесе екі жұмыртқа қосуларыңызға болады. Мен біреу қостым. Жақсылап араластырып, енді сұйық майымызды қосамыз, 2 ас қасық, және асықпай араластыра отырып, сүтімізді бөліп құятын боламыз. Видеодағыдай дайындайсыздар, және ұнымызды салып, жақсылап қою болғанша араластырамыз. Және қалауларыңызша тұз бен бұрышын салып, тағы да жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға пісіретін боламыз осылай. Қалауларыңызша осылай құйып, әр формада пісіре берулеріңізге болады. Менде 4-еу сыйды, мен дөңгелек қып пісіріп жатырмын. Екі жағын аударып, қызартып пісірсеңіздер болады. Өте нәзік, дәмді болып шығады. Үйлеріңізде жасаңыздар, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.